Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздермен өте дәмді миксерсізде пирогыңыз ісіп, көтеріліп, іші толықтай пісіп шығатын шиеден пирогтың рецептімен толықтай бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Менің арнамда бұдан да басқа неше түрлі алмалы пирог, сметаник пирогтары бар. Міндетті түрде көріп, қарап, жасап көріңіздер. Менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдын ала заттарын дайындап алдым. Таза тұрған ыдысқа жұмыртқаны саламыз, үстінен қантымызды саламыз. Қант салып жақсылап бенчиктің көмегімен араластырып аламыз. Үстінен сүт және сары майды қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Үстінен илектен өткізілген ұнды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Дәл осындай сұйықтық пайда болды. Үстінен қопсытқыш салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала қатырылған шиені салып, оны да жақсылап араластырып алдым. Міне дәл осындай сұйықтық пайда болды. Енді осыны дәл осындай ыдысқа салып алдым. Менде 20 сантиметрлік 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіріп алдым. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде пирогымыз суығаннан кейін ғана қант ұнтағын сеуіп аламыз. Енді кесіп дастарханға тарта берсек болады. Міне біздің өте дәмді әрі миксерсіз ісіп толықтай пісіп шығатын пирогымыз дайын болды. Видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген видео рецептермен бөлісетін боламын. Менің каналыма кіріп қарасаңыздар, көптеген пирогтардың, ыстық тағамдардың, тәттілердің, декорлардың, торттардың рецептісі бар. Кіріп қарап жасап көрсеңіздер болады. Видеомды соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Жансұлу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.